Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен және ойын нәтижелерімен бөлісуге дайынбыз. Егер бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Шабуылшы Каспер Долберг Ниццадан Севильяға ауысты. Севилья ойыншыны сатып алу құқығымен жалға алды. Марка басылымының хабарлауынша, ойыншының құны 20 миллион евроны құрайды. Ниццаға дейін шабуылшы Аякс пен Силкеборда өнер көрсеткен. Мануэл Аканджиштің трансферінің кейбір ақпараттары белгілі болды. Айта кетейік, қорғаушы Боруссиядан Манчестер Ситиге ауысып жатыр. Sport 1D басылымының хабарлауынша, ойыншының Манчестер Ситидегі жалақысы жылына 11 миллион евро болып, келісімшарт 2027 жылға дейін жарамды болады. Фабрицио Романоның хабарлауынша, швейцариялық медициналық тексеруден өтіп үлгерді. Кейбір басылымдардың хабарлауынша, қалалықтар 27 жастағы қорғаушы үшін 20 миллион евро төлеген. Манчестер Юнайтед бас бапкері Эрик Тен Хаг Роналдудың болашағы жайлы сөз қозғады. Біз бірнеше рет сөйлескенбіз. Біздің ойымыз бір жерден шықты. Роналду Манчестерде бақытты. Әйтпесе ол мұнда қалмас еді. Біз басынан бері бірге жұмыс жасауды ойластырғанбыз. Роналду командада қалғанына қуанышты. Біз бірге жетістіктерге жеткіміз келеді. Роналду біздің ойынымызға толықтай сәйкес келеді. Ол ұлы ойыншы және кез келген командаға сәйкес келеді. Біз бір толқындамыз және ол біздің талаптарымызды біледі, деді Тен Хаг. Аякс Севилья вингері Лукас Окампостың трансферін жариялады. Амстердамдық клуб 28 жастағы жартылай қорғаушыны осы маусымның соңына дейін сатып алу құқығымен жалға алады. Бұған дейін Аякс аргентиналықты 20 миллион евроға сатып алудан бас тартқан. Севилья болса, Аднананы сатып алу үшін ойыншыны 15 миллионға да сатуға дайын. Соңында Аякс аргентиналықты жалға алуға келісті. Вольсбург жартылай қорғаушысы Астер Вранкс Миланға ауысты. 19 жастағы ойыншы Миланға келіп медициналық тексеруден өтті. Рассаньери ойыншыны 2 миллионға сатып алу құқығымен жалға алды. Астердің бағасы қазірше 12 миллион евро деп бағаланып отыр. Өткен маусымда Вранкс Бундеслигада 24 ойында 2 гол салған. Англия премьер-лигасының 5-ші турында Вест Хэм мен Тоттенхэм 1-1 есебімен тең тарқасты. Ойынның алғашқы голы 34-ші минутта соғылды. Шпорлар қарсыластың қарсы шабуылдағы қателігін жақсы пайдаланды. Харри Кейн оң қапталмен қарсыластың айып алаңына еніп, қақпаны алыс бұрышында тұрған сонға пас берген. Бірақ Вест Хэмнің қорғаушысы Тило Керрер командасын сонның голынан құтқарамын деп өз қақпасына өзі гол соғып алды. Балғашылар ойынның 55-ші минутында есепті теңестірді. Антони Томаш Сочекке керемет пас берді. Ал Сочек өз кезегінде қарсыластың қорғанысынан көрінбей өтіп, құлап бара жатып қақпаның жақын бұрышына допты дәл көздеді. Тоттенхэм қазір 11 ұпаймен АПЛ-де 3-ші орында тұрса, Вест Хэм 4 ұпаймен 15-ші орында тұр. Ливерпуль өз үйінде Ньюкаслды 2-1 есебімен жеңе алды. 38-ші минутта қонақтар сапынан Александр Исак есеп ашса, 61-ші минутта мерсисайдықтардан Роберто Фермино есепті теңестірді. Қосылған қосымша уақыттың 8-ші минутында айып соққысын жақсы пайдаланған Фабио Карвалью есепті 2-1-ге жеткізіп, ойынның нүктесін қойды. Манчестер Сити Ноттингем Форестті 6-0 есебімен тас-талқан етті. Холланд кезекті хет-тригін жасаса, Альварес дубль жасады. Және тағы бір голмен қорғаушы Жуан Кансело көзге түсе алды. Қалалықтар 13 ұпаймен 2-ші орында тұрса, Ноттингем Форест 4 ұпаймен 14-ші орында тұр. А сериясының 4-ші турында Наполи өз үйінде Леччені жеңе алмады. Ойын 1-1 есебімен аяқталды. Ойынның 25-ші минутында қонақтардан Лоренцо Коломбо пенальтиде дұрыс орындай алмаса, 2 минуттан кейін Эльф Элмас алаң қожайындарын есепте алға шығарды. Ал ойынның 31-ші минутында қонақтардан Лоренцо Коломбо гол салып өз қателігін түзеді. Наполи осымен 2-ші рет қатарынан тең ойнап отыр. Компаниялықтар қазір 8 ұпаймен 3-ші орында тұрса, Лечче 2 ұпаймен 15-ші орында тұр.
Туриндік Ювентус өз алаңында Специяны 2-0 есебімен жеңді. Ойынның 9-шы минутында Душан Валахович айып соққысын керемет орындап, командасын алға шығарса, қосымша уақытта зебралардың жаңа ойыншысы Аркадуш Милик ойынның нүктесін қойды. Ал Францияның 5-ші турында ПСЖ Тулузаға жауапсыз 3 гол салып, 3 ұпайды үйлеріне алып кетті. Бірінші таймда Мессидің пасынан кейін Неймар есеп ашса, екінші таймда тағы да Мессидің пасынан кейін, бірақ бұл жолы Мбаппе голмен көзге түсті. Ал ойынның 90-шы минутында Хуан Бернат матчтың нүктесін қойды. ПСЖ 13 ұпаймен бірінші орында тұрса, Тулуза 5 ұпаймен 13-ші орында тұр. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.